Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Біз сабағымызды бастаймыз. Біздің уақытымыз келді. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Бүгін біз Сәтбаев танушы, жазушы, Медеу Сәрсекенің, есімі Исаак Ньютон, Михаил Ломоносовтармен бірге қатар аталатын Дархан даланың дарабозы, тау тұлғалы алыбы, қазақ ғылымының атасы, тұңғыш инженер биолог, қазақтың қаншының өміріне жазылған Қаныш Сәтбаев роман-эссесінің Тұманды Альбион елінде бөлімін оқып, оның кейіпкерлерімен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау және даралау. Бағалау критерийі: көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтап, даралайды. Бүгінгі сабақты біз үй тапсырмасынан сұраудан бастаймыз. Тапсырмасы ретінде Қаныш Имантайұлы туралы қосымша қызықты деректер болса, соны жинақтап дайындаңдар деген болатын. Олай болса, үйге берген тапсырма туралы, өзінің қызықты деректері туралы кім бөліседі, кімде қандай қызықты деректер бар екен? Мен айтсам бола ма? Мен айтсам бола ма? Нұрғазы айта ғой. Қаныш Сәтбаев гитара және домбырада керемет ән айтқан, орындаған, және де қазақ және украина әндерін тыңдағанды ұнатқан екен. Жақсы, керемет. Келесі. Қазақтың тау тұлғалы алыптары Қаныш Сәтбаев пен Мұхтар Әуезов дос болған. Ұлы жазушы мен ұлы ғалым семейдегі семинарияда бірге оқып, бір жатақханада бір пәтерде тұрған. Жақсы, мәлімет екен. Келесі. Қаныш Имантайұлы алғаш рет ана тілінде қазақ мектептеріне арнап алгебра кітабын жазған болатын, және де ол оқулық 1642 беттен тұрған. Өте жақсы. Алгебра оқулығын қазірде оқып жатсыңдар, Иә. Алгебра пәні бар ғой бізде. Жақсы. Сая, сен не қосасың? Қаныш Сәтбаев Англияға сапарда саясаткер Черчиллмен кездескен кезде, оған қазақтар сізден де алып па деп жауап берген кезде, Қаныш Сәтбаев иә, қазақтар менен де биік деп мақтанышпен жауап берген. Жақсы, керемет. Лаура. Қазақ және украин әндерін тыңдағанды ұнатқан, және Қаныш Сәтбаевтың орындауындағы әуендерді тұңғыш рет тыңдаған белгілі музыканттанушы Александр Затеевич Қаныштың орындауындағы 25 қазақ әнін жазып алған. Жақсы, өзіне шақырды. Даяна, қосатыныңыз бар ма? Мен айтайын. Жақсы, мен айтам дейді. Қаныш Сәтбаев кен картасын орнату кезінде бірнеше кен қазба орындарын картаға енгізбеген. Не себепті енгізбеген деген орыс ғалымдарына бұл кендер өте тереңде орналасқан және бұл өте көп қаржыны талап етеді деп айтқан болатын. Ал өзінің достары Әбіке Марғұлан мен Мұхтар Әуезовке болашақ ұрпаққа да байлық керек болар деген оймен қалдырдым деп айтқан екен. Өте терең ойлайтын адам болған. Алдын ойлап, кейінгі ұрпаққа да, қазынадан кейінгі ұрпаққа да қалсын деген ойменен жаңағы мәліметті жасырған екен. Жақсы. Үй тапсырмасын сұрадық. Тұманды Альбион елі туралы қосымша оқыңдар деген болатынмын. Жалпы осыған дейін осы Тұманды Альбион елі туралы естулерің бар ма еді? Иә, ол Ұлыбритания елі. Ол жерде тұман қатты басып тұрғаннан кейін жиі болып тұратындықтан сөйтіп атаған. Жақсы. Енді не себепті Альбион аталған? Білеміз ол туралы? Өйткені таулы Биік таулы арал деген мағынаны білдіреді. Биік таулы деген мағынаны білдіргендіктен сол себепті Альбион деп аталған. Жақсы. Альбион шығармасын оқып таныстық үйде. Қазір біздің тапсырмаларымызда сол шығармадан бөлімнен болады. Сол себепті дайын отырғандарын дұрыс. Не себепті Тұман Альбион атанғаны белгілі болды. Енді Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың осы Тұманды Альбион еліне саяхатынан кішкентай бір бөлік, сол жүрген жолдарымен бізде саяхат жасап көрейік.
Қаныш Сәтбаев 1947 жылы кеңестік делегацияның құрамында болып Лондонға барады. Лондонмен танысуды күллі дүние жүзінің мәдениеті мен өнерінің небір асыл мұралары сақталған Британия музейінен бастайды. Осында Британия музейін аралаған күні Қаныш атамыз өзі көптен бері іздеп жүрген Томас Аткинсонның революцияға дейін қазақ жерінде болып, қазақтың салт дәстүрін, әдет ғұрпын, табиғатын, оның қазба байлықтарын егжей-тегжейлі жазған күнделік дәптерін кездестіреді. Сөйтіп, бұл кітаптың бір данасын өзіне жасатып алады. Альбион елінің қонаққа көрсетер мақтанышы атанған Гайд парк, ұлттық галерея, Стирленд замогы және Конвент Гарди театрына барады. Бұл театр тек корольдерді ғана қабылдап, соларға ғана өнер көрсететін театр болған екен. Осы театр совет делегациясын жақсы қарсы алып, оларға ерекше құрмет көрсетіп, өз өнерлерін көрсетеді. Жер шарының қақ жартысына жуығын талай заман иелік еткен Британияның минералдар көрмесіне келеді. Қаныш атамыз бала күнде тастарды зерттеп, оларды жинап, осы тастармен сөйлесетін болған. Тастардың жаны бар дегенге сенген. Тас көмірмен, болмашы темірден басқа қазба байлыққа жұтаң елде осыншама экспонаттардың молдығын көрген кезде біздің Қаныш атамыз таң қалады. Енді мына бір мыстың қасына келген кезде оның қасындағы жолбарысқа ұшты. Бұл мыс Трансвальдан әкелінген. Сонда Қаныш атамыз: мен мына мыстың паспортына шүбәм бар. Бұл мыс Қазақ даласының қазынасы. Шыққан жері Жезқазған дейді. Бұл сөз компания қызметкерінің ар намысына тисе де, ары қарай дауласпайды. Ертеңгілікте отель қызметшісі біздің Қаныш атамызға келіп, кешегі көрмеде болған келеңсіздік үшін кешірім сұрап, экспонаттың этикеткасын да ауыстырып қойғандығын айтып, рахмет айтып ұмытпайды. Міне, туған жердің асыл қазынасы ағылшын астанасында тұрып, еліміздің қадір қасиетін асқақтатып тұр әліге дейін. Қаныш Имантайұлының Англияда ғалым ретінде сапарын кейінгі ұрпақта жалғастырып келеді. Қазіргі таңда Альбион елі мен Қазақстан елінің арасында достық, дипломатиялық қатынастар және әртүрлі байланыстар орнаған. Енді біздің бүгінгі сабағымыздың басты мақсаты бұл кейіпкерлер әлемі. Кейіпкер дегеніміз кім? Кейіпкер көркем шығармада суреттелетін оқиғаға қатысушы адам, әдеби образ. Енді кейіпкерді даралау, қалай даралаймыз? Жинақтау арқылы суреткер образының жалпы бітімін, тұлғасын, ішкі ерекшелігін ашып, мінезін даралаймыз. Даралау дегеніміз не? Ал жинақтау образды типтендіру тәсілімен жүзеге асады. Осындай даралық болмысты жинақтап, типтік бейнеге жетуге болады. Жинақтау дегеніміз ол образды типтендіру тәсілімен жүзеге асады. Енді біз шығармадағы бөлімімізде қандай кейіпкерлерді кездестірдіңіздер? Кімдермен таныстыңыздар? Басты рөлдерде Қаныш Сәтбаев, Черчилль, Жанама кейіпкерлер Камиля. Және өзінің әкесі жазған Жәмиля кездестірген болатын. Бөлімдегі негізгі кейіпкерлер Қаныш Имантайұлы, Черчилль мырза, Камиля сұлу және Жәмиля Қанышқызы болады. Енді
осы кейіпкерлерге байланысты тапсырма орындаймыз. Қазір білім монументінің тапсырмасын орындап жіберейік. Мына жердегі ақпараттарды біз енді кейіпкерлерімізді даралаймыз. Осы жердегі ақпараттарды жинақтау арқылы. Бірінші, ғылым адамның да барлық жан иелері тәрізді асқақ сезімге бөленіп, шарықтап шалқитын сәттер болады. Кейде ол өткінші жаңбырдай қысқа, кейде ұзақ жылдар созылады. Бірінші ақпарат қай кейіпкерге сәйкес деп ойлайсыңдар? Бұғазы қол көтеріп отыр. Сатпаев. Қаныш Сатпаев. Сатпаевқа дейді. Жақсы. Жуықта өткен сайлауда өткен партиясы жеңіліске ұшырап, айтулы қайраткер үкімет басқарудан оппозицияға өткен екен. Бұл қай кейіпкерге байланысты ақпарат? Жақсы, қиналып отырмыз. Келесі. Алматылық дәрігер қауымның алдыңғы легінде жүрген ғылым иесі, оған қоса өзін көріп санайтын, 100 әйел бас қоса қалса, аса талғампаз серілердің көзіне бәрінен де бұрын түсетін қас туылдың. Камиля Досмұхамед. Мәскеудегі шетел дипломатия институтында 1966 жылы диплом алған соң Мәскеуде радио қызметіне шақырылып, шетелге хабар тарататын басты редакциясының Қытай бөліміндегі бір бөлімде бірнеше жыл аға редактор болып қызмет еткен. Кім екен бұл? Жақсы. Камиля Қанышқызы ғой. Камиля Қанышқызы дейді. Олай болса, жарайды, біз салыстырып, біз енді жауабымен тексеріп көрейік, кімде қаншалықты дұрыс. Біздің бірінші ақпаратымыз бұл Қаныш Имантайұлына сәйкес екен. Екінші ақпаратымыз Персел мырзаға. Үшінші ақпаратымыз бұл Камиля. Төртінші ақпарат Жәмиля Қанышқызына сәйкес ақпарат. Енді шығармадағы кейіпкерлерді жинақтау арқылы мынау типтік образға жетуге болады. Осы типтік образға жету үшін бізге тағы бір тапсырма орындауымыз қажет. Үй иесі бұлардың тобына осы кезде жақындады да, емес, бет түсіні қымбат тұлғасы қастағы кісілерден өзгешелеу, моңғол оңды сырт тұрпаты да ерте заманның батыр сияқтанған бейтаныс қонағына қадала қарады. Бұл жерде кім туралы, қай кейіпкер туралы айтады? Бұл сол бөлімнің ішінде қай жері? Ол Қаныш Сатпаев сипаттап тұр ау деймін. Иә, Қаныш Сатпаев сипаттап тұр. Ал бұл үйдің егесі кім? Черчилль мынау советтік делегациядан келген қонақтарды үйіне шақырады да, соның ішінде ерекше болған әсер еткен бірнеше адам болады, бірақ ерекше әсер еткен ол Қаныш Имантайұлы болады. Сол Қаныш Имантайұлының бұл жерде кескін келбеті, ерте заманның батыр сияқты сырт тұлғасы осы жерде бейнеленіп тұр. Яғни осы кейіпкердің бет пішінін, сымбат тұлғасының бәрін біздің авторымыз осы сөздер арқылы жинақтап басқа кейіпкерлердің ерекшеліктері көрді. Ерекше адам, алып адам, ғылым саласында ғана емес, қарапайым тірлікте де жөні бөлек жан. Ол барлығына бірдей қамқор болған. Сол үшін де жалпақ жұрт оны жақсы көрді. Оған тең келер тұлғаны мен әлі көргем жоқ. Міне, оның суреттері барлық шетелдік ғылыми журналдарға дейін шықты. Ол өз қарамағындағыларды түгел ғылым доктор етіп шығарды. Тіпті араларында мемлекеттік сыйлықты алғандар да бар. Ол барлығын біріксідей еңбектеніп, біріксідей жұмыс істеуге тәрбиеледі. Сосын ешқашан жан баласына дауыс көтермейді. Тіпті қатардағы зертхана жұмысшыларымен де тең дәрежеде сөйлеседі. Қысқасы, өте мәдениетті, зиялы адам.
Адамгершілігінің асқақтығын айтпағанда, Қаныш Сәтбаев өте алып адам болған. Бойы 2 метр, 2 иығына 2 кісі мінгендей тұлғасы топ арасында анадайдан аңғарылып тұр. Мына шапанға қарап, Қаншағамыздың қаншалықты алып денелі адам болғанын аңғару қиын емес. Өте бойшаң, иығы керегедей кең кісі болған. 1947 жылы Қаншағамыз советтік делегацияның құрамында болып Англияға барған сапарында, оны көрген ағылшын премьер-министрі Уинстон Черчилль, япырау, қазақтардың бәрі сіз сияқты алып денелі бола ма деп сұраған екен. Сол кезде ұлтының алдында ұлық басын кішірейте білген Қаншағамыз, оны дегеніңіз, қазақ халқы менен әлдеқайда биік деп жауап қайтарған екен. Міне, өзі Лондонға барған сапарында өзінің халқын өзінен де биік қоятын зор тұлғалы ұлы алып адам болған. Бұның Қаныштың басқа делегациядан жаңағы Черчилльдің көзіне ерекше болып түсуіне себепті осыдан болатын. Мінекей бүгін біз кейіпкердің осы шығармадағы автордың типтік образға дейін жетелеген кейіпкері осы Қаныш Сәтбайұлының дәл осы жерін сендерге ерекше етіп көрсеткім келді. Енді біз Кахотпенен тест жасап көрейік, бүгін сабағымызды қорытындылаймыз, әлі бекітеміз. Қазір Kahot.it деген сайтына кіріп, тест жасауға дайыналамыз. Тоқсан 32-38 кіре беріңдер. Басты кірді. Тездете қояқ балар. Даяна, Нұрғазы, Қарақат жарайсыңдар, Жасмина кірді. Лаура кірді. Жақсы, олай болмаса бастаймыз. Кіре алмай жатқан оқушыларымыз жоқ па? Апай, мен кіре алмай отырмын. Так, жетір ақтар. Бастай береміз. Сәтбаевтың азан шақырып қойған аты. Бізде Нұрғазы алды екен. Сібір Афинасы атанған қала. Нұрғазы алды, жарайсың, одан кейін Лаура, Қарақат келесі. Жазушы күпі далалық дегені кім? Жазушының. Жарайсыңдар. Нұрғазы, бәрекелді, біздің жігітіміз алда. Қыздарды кейінге алдырып келе жатыр. Медеу Сәрсекеннің Сәтбаев романының жанрлық ерекшелігін көрсетіңдер. Қай жанрға болған? Ай, бәрекелді, біздің Нұрғазымыз қата еркін дайындаған екен. Қазақстанда ғылым күні қай күні аталып өтеді? Керемет сұрақ. Жақсы, Нұрғазы алда келеді. 1936 жылдан бері араға аты ізін салған емес. Осы қай түртепке жатады? Қандай сөз?
бәрекелді, тұрақты екен. Жақсы, Даянамыз, Қарақатымыз. Одан кейін келесі сұрағымыз. Қаныш қандай тапсырма берді? Иосиф Николаевичтен. Темір кенін қазу тапсырмасын берген екен. Бізде Лаура алдыға шықты. Бәрекелді. Сәтбаев қаласы қай облыста? Яғни біз Сәтбаевтың туған жері облысы. Қарағанды облысында. Лаура алдыға келеді. Нұрғазы қалып қойдық қой. Намысты шебермен болдым. Суреттегі не нәрсе? Біз жаңа саяхат кезінде көрдік осыны. Лаура алдыда. Менің халқым менен де биік кімнің сөзі? Жақсы, бүгін бізде жоғарғы бірінші кезекте тұрған Лаура, одан кейін Нұрғазы, Қарақат. Құттықтаймын сіздерді, сендерді бағалап жіберейін. Күнделікті бірден ашып. Бүгін бізде жақсы қатысқан, ең жоғарғы ұпай жинаған кім еді бізде? Лаура. Лаура ханым 10 ұпай қойған. Одан кейінгі бізде Нұрғазы. Қарақатымыз. Қарақатқа 9 балл қояйын. Қалған сабаққа қатысқан оқушылардың бәріне 8 ұпайдан көп шығайын. Бүгін бізде Даяна қатысты сабағымызда. Үй тапсырмасын айтып отырды. Кім қалып кеткендер бар ма? Саяны көрдім. Саяны тапсырма айтқанын көрдім. Жақсы, қалған ұпайларымды тағы да қоя беремін сабақ барысында. Қазір үй тапсырмасын алып алыңдар. Қаныш Сәтбаев өнегелі өмір үлгісі тақырыбында есте жазу, тақырыпты жазып алыңдар. Яғни осыған дейінгіні, өткенді, бүгінгі сабақты қорытындылай келе, шынында да Қаныш Имантайұлынан өнеге алатындай тұлға екенін оқып танысып жатырмыз ғой. Міне сол ойларымды жинақтап, өздеріңе үлгі ретінде де алып, осы тақырыпты естіп жатырмын. Мен бүгінгі сабағымды Қаныш Имантайұлының мына бір сөзімен аяқтағым келіп отыр. Өз елінің қара тасын мақтан ете алмаған адам, өзге жердің алтынын да мақтап жатпас деген сөзімен сабағымды аяқтағым келіп отыр. Бүгінгі сабаққа қараған барша оқушыларға, бізге сабаққа қатысуға келген бірнеше ұстаздарымыз бар. Бәріне рахмет айтамын. Сабақ осымен аяқталды. Келесі сабаққа дейін саламатты болыңыздар. Сау болыңыз.